Баршаға сәлем. Бүгін 160 сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы секунд. Бұл сабақта секунд өлшем бірлігін қолданып өлшеуді үйренеміз. Бірінші есеп сағаттардағы көрсетілген уақыттата. Бұл суретте кестеде берілген күндіз және түндегі уақыттар берілген. Міне біріншісінде күндізде 12-ден 15 өткен, екіншісінде 2-ден 45 минут өтіпті. Күндіз 2-ні біз 14 сағат 45 минут деп айтамыз. Ал үшіншісінде 9 сағат 10 минут берілген күндізгі. Одан кейін түндегісі 3-тен 20 минут өтті. Бұл өзі айтылады, 3-тен 20 минут өтті деп. Ал екіншісінде 9-дан 30 минут өткен екен. Бұны біз 21-ден 30 минут деп айтамыз түндегіні. Ал және 11-ден 40 минут өтіпті. Бұл 23-тен 40 минут өтті деп айтылады. Бірінші есепті дәптерге осылай жазып қоямыз. Күндіз деп 12 сағат 15 минут, 14 сағат 45 минут, 9 сағат 10 минут деп. Түндегісін 3 сағат 20 минут, 21 сағат 30 минут және 23 сағат 40 минут деп. Екінші есеп көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте деген 3 сағат 15 минутты біз 3 сағатты минутқа айналдырып аламыз. Ол 180 минут болады. Оған 15 минутты қоссақ 195 минут. Қалғандарында солай орындаймыз. Дәптерге осылай жазып қоямыз. Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнектеп. Міне екіншісі 160 минут екен. Бұны сағатта және минутта өрнектегенбіз. 160-ты 2 сағат 40 минут дедік. 4 сағат 50 минутте 290 минут, 5 сағат 35 минутте 335 минут, 7 сағат 40 минутымыз 460 минут, 190 минутымыз 3 сағат 10 минут. Үшінші есеп. Кейбір сағаттардың минут және сағат тілдерінен басқа секунд тілі бар. 1 минутта секунд тілі сағаттың циферблатын толық айналады. 1 минутымыз 60 секундқа тең. Сен жаймен 1 дегенде 1 секунд өтеді. Енді сен уақытты секундқа дейін дәл анықтай аласың. Бұл секунд өлшеуіш, мына жердегі суреттегі міне. Яғни минуттың да тілінен ұзынырақ болады. Әсінде мына сағаттарға қара, уақытты секундқа дейінгі дәлдікпен айт дейді. Демек, мына жерде сағат тілі 3-те тұр, минут тілі 11-де тұр. Бұл 3 сағат 55 минут деген сөз. Ал секунд тілі міне жіңішке қызылмен белгілеген, ол 4-те тұр, ол 20 секунд. Демек, мына жерде 3 сағат 55 минут 20 секунд. Ал мына жерде 1 сағат 25 минут 45 секунд. Үшіншісінде 3 сағат 35 минут 10 секунд. Үшінші есептің бысында сен 30 секундта, 60 секундта неше сөз оқитыныңды анықта. Неше секундта 5 қадам аттайсың. Үшінші есептің А, Ә және Б тапсырмаларын дәптерге осылай жазып қойдық. Асында кітапта берілген сөз жазамыз. Әсінде 14 сағат 55 минут 20 секунд, 13 сағат 25 минут 45 секунд, 15 сағат 35 минут 10 секунд. Сағаттарын көрсетіп тұрған уақытын жаздық. Бысында 30 секундта 55 сөз, 60 секундта 110 сөз, 5 секундта 5 қадам аттаймыз деп жазып қойдық. Төртінші есеп А. Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте. 2 минут 15 секундта өрнектеуіміз керек. 1 минутта 60 секунд болса, 2 минутта 120 секунд болады. 120-ға 15-ті қоссақ, 135 секунд. Қалғандарында дәл солай орындаймыз. Дәптерге осылай жазып қойдық. 2 минут 15 секундымыз 135 секунд, 3 минут 30 секундымыз 210 секунд, 5 минут 42 секундымыз 342 секунд, 68 секундымыз 1 минут 8 секунд, 140 секундымыз 2 минут 20 секунд болады, 162 секундымыз 2 минут 42 секунд болады. Бұл жерде біз 1 минуттың да 60 секундқа тең екенін ескеруіміз керек. Төртінші есептің әсі сұрақтарға жауап бер. 10-ға, 30-ға, 60-ға дейін санау үшін саған неше секунд уақыт керек? 120 секундта неше мысал шығарасың? 10-ға дейін санау үшін 10 секунд, 30-ға дейін 30 секунд, 60-ға дейін 60 секунд керек болады, егер 1 дегенде біз 1 секунд өтетін болса. Ал 120 секунд, яғни 2 минутта 2 мысал шығарамыз деп жаздық. Бесінші есеп, есептерді шығар. А. Назым мектепте аптасына 2 күн 40 минуттан би үйірмесіне және 3 күн 50 минуттан қолөнер би үйірмесіне қатысады. Назым аптасына қанша уақытын үйірмелерге жұмсайды? Жауабын сағат және минутпен өрнекте.
Эсептин кыскача берилүүнү жазып алабыз. Би үйүрмесине 40 минуттан 2 күн экен, кол өнөр үйүрмесине 50 минуттан 3 күн катышат экен. Баардыгы нече саат, нече минут. Шешүүнү табуу үчүн биз өрнөк курастырабыз. 40-ты 2-ге көбөйтүп, оған 50 менен 3-түн көбөйтүндүсүн косабыз. Ягни 40-ты 2-ге көбөйтсөк 80, оған 50-ди 3-кө көбөйтсөк 150, экөөнү косатын болсок 230 минут. 230 минутумуз 3 саат 50 минут болот. Жабабы: Назым аптасына 3 саат 50 минут убакытын үйүрмелерге жумсайды. 5-нчи эсептин Әсі: Айдос мектепке баруу үчүн 8 минут метромен және тагы 5 минут жаяу жүрөдү. Айдос мектепке дейин баардыгы канча убакыт жүрөдү? Жабабын минут және секундпен өрнөктө. Метромен 8 минут, жаяу 5 минут жүрген, баардыгы нече минут жүрдү? Буну табуу үчүн 8-ге 5-ти косамыз, 13 болот. Ал 13 минутту биз секундпен өрнөктөйтүн болсак, 13-ті 60-га көбөйтөбүз, 780 секунд болот. Демек, жабабы баардыгы 13 минут немесе 780 секунд жүрөдү. 5-нчи эсептин Бсы: теледидарда мультфильм саат 15:40 башталып, 15:50 аякталады. Мультфильм канча убакытка созулду? Жабабын секундпен өрнөктө. Башталды 15 саат 40 минутта, аякталды 15 саат 50 минутта, созулду нече секунд? Bunun шешүүнү табуу үчүн 15 саат 50 минуттан 15 саат 40 минут азайтамыз, 10 минут калады. Ал 10 минутты секундка өрнөктөйтүн болсок, 10 минутты 60-га көбөйтөбүз, 600 секунд болот. Жабабы: мультфильм 600 секундка созулду. 6-нчы эсеп: амалдарды орунда. 6 минут 40 секунд косуу 34 секунд дейди. Буну секундта өрнөктөбүбүз керек. 6 минут 40 секундты секундпен өрнөктөп алабыз. Ягни бул 6 минутумуз 360 болот. Оған 40 секундты косатын болсак, 400-400-ге 34 коссак, 434 секунд болот. Калганды дәл солай орундайбыз. Биринчисин дәл азыр ауызча айтып кеткенде жаздым. 6 минут 40 секунд косуу 34 секунд тең болот 434 секунд дедик. Бул жерде мен минутту секундпен өрнөктөгөм, оны кызыл сыямен үстүнө жазып койдум. Мисалы 6 минутумуз 360 секунд болот. Экинчисинде 5 минутумуз 300 секунд болот. Оған жанында турган секундту косамыз, 330 секунд болот. 330 секундтан 90 секундты азайтсак, 240 секунд. 90 секундка косамыз 1 минут 30 секундты, 1 минутумуз 60 секунд болот. Оған 30 секундты коссак 90, 90га 90, 180. Кейингилерди солай көбөйтүп жалгастырабыз. 50 секунд 4-кө көбөйтсөк 200 секунд, 3 минут 20 секунд 4-кө бөлсөк 50 секунд, 40 секунд 2-ге көбөйтсөк 80 секунд. 7-нчи эсепте 910-нан 310-ду азайтамыз, бул 600-ге тең болот. 600-6-га бөлсөк 100. 930-ду 30-га бөлүп 4-кө көбөйтүүбүз керек, бул 124-кө тең. 360-га 180 менен 6-нын бөлүндүсүн косуубуз керек, бул 390-га тең болот. 360-га 180 коссак 540, 16-га бөлсөк 90. 620-га 190 коссак 810, 19-га бөлсөк 90. 65-ке косамыз 650 менен 5-тин бөлүндүсүн, бул 130-га тең. Оған 130-га 65-ти коссак 195-ке тең болот. 8-нчи эсептерди чыгар. А. Наурыз мерекесине орай уюмдаштырылган жамбы атуу сайысына 18 адам, теңге илүү сайысына одан 2 эсе артык адам катышты. Ал жамбы атуу менен теңге илүү сайысына канча адам катышса, сонча адам аударыспак сайысына катышты. Аударыспак сайысына нече адам катышты? Эсептин берилгенин кыскача жазып алдык. Жамбы атууга 18 адам, ал теңге илүү адамына одан 2 эсе артык экен. Ал аударыспак сайысына жамбы атуу менен теңге илүү сайыстарына канча адам катышкан болсо, сонча адам катышыпты. Биз энди аударыспакка канча катышканын табуубуз үчүн әуелі теңге илүүгө сайысына канча адам катышканын табып алуубуз керек. Ол үчүн 18-ди 2-ге көбөйтөбүз, 36 адам катышкан. Енді 18-ге 36-ны коссак 54 чыгады. Бул аударыспак сайысына катышкан адамдардын саны. Демек, жабабы аударыспак сайысына 54 адам катышты. 8-нчи эсептин Әсі: Наурыз мерекесине орай уюмдаштырылган көкпар сайысына элимизден ар кайсы 15 адамдан куралган 5 команда келди. Көрші Кыргыз элинин ар кайсы 15 адамдан куралган 2 команда катышты. Көкпар сайысына баардыгы канча спортчу катышты? Эсептин берилгенин кыскача жазып аламыз. Элимизден 15 адамдан 5 команда, Кыргыз элинен 15 адамдан 2 команда, баардыгы нече спортчу? Буну табуу үчүн өрнөк курастырабыз. 15-ти 5-ке көбөйтүп, оған косамыз 15 көбөйтүү 2-ни. 75-ке 30-ду коссак 105. Демек, жабабы көкпар сайысына баардыгы 105 спортчу катышты. 9-нчы эсеп: теңдеүүлөрдү шеш.
294 азайту x тең 27 көбейту 3. Бұл жерде теңдеудің оң жағын орындап аламыз. 27-ні 3-ке көбейтсек 81 болады. 294 азайту x тең 81 деп жазып, x-ті табамыз. X-ті табу үшін 294-тен 81-ді азайтамыз. X-іміз 213-ке тең. Орнына қойып тексеріп көреміз. 294-тен 213-ті азайтатын болсақ 81, ал 27-ні 3-ке көбейтсек те 81, 81-ге тең болады. Кейінгісі y азайту 230 тең 110 қосу 265. Тағы да оң жағын бірінші орындап аламыз. 110-ға 265-ті қоссақ 375. Ал y-ті табу үшін 375-тен 375-ке 230-ды қосамыз. Y-іміз 605-ке тең. Орнына қойып есептейміз. 605-тен 230 азайтсақ 375, 110-ға 265-ті қоссақ 375. 375-375-ке тең. Кейінгісі 5 көбейту x тең 150 бөлу 3. Бұл жерде 5x-тің өзін жазып, 150-ді 3-ке бөлсек 50 болады. 50 деп жазып аламыз. Ал x табу үшін 50-ді 5-ке бөлеміз. X-іміз 10-ға тең. Орнына қоямыз. 5-ті көбейтсек 10-ға 50. 150-ді 3-ке бөлсек те 50-50-50-ге тең. 60 көбейту y тең 900 азайту 420. 900-ден 420-ны азайтсақ 480 болады. Ал y-ті табу үшін 480-ді 60-қа бөлеміз. Y-іміз 8-ге тең. Орнына қойып тексереміз. 60-ты 8-ге көбейтсек 480, 900-ден 420-ны алсақ та 480, 480-480-ге тең. 10-шы есеп. Барлық қонақтарда сағат бар. Сәуленің сағаты 25 минут алда, Арманның сағаты 1 сағат артта. Ләззаттың сағаты 50 минут алда. Тек Дәулеттің сағаты ғана дұрыс уақытты көрсетіп тұр. Қонақтардың әрқайсысының сағаты қандай уақытты көрсетіп тұрғанын анықта. Мына жерде бізге кесте берілген. Дәулеттің сағаты күндізгі 12-ні және күндізгі 14-те 30-ды көрсетіп тұр. Бұл жерде Сәуленің сағатын, Арманның сағатын, Ләззаттың сағаты қай уақытты көрсетіп тұрғанын жазып шығуымыз керек. Сәуленің сағаты 25 минут алдында болса, Дәулеттің сағаты 12 көрсеткенде, 12-де 25, 12 сағат 25 минутты көрсетеді. Ал Арманның сағаты 1 сағат артта болғандықтан 12 болса, 12-ден 1-ді азайтамыз, 11 сағатты көрсетіп тұр. Ләззаттың сағаты 50 минут алда екен, демек 12-де 12 сағат 50 минутты көрсетіп тұр. Екіншісі 14-те 30-да, Сәуленің сағаты 25 минут алдында болса 14-те 55 минутты көрсетеді. Ал Арманның сағаты 13 сағат 30 минутты көрсетеді. Ләззаттың сағаты 15 сағат 20 минутты көрсетеді. Осымен бүгінгі 160-шы сабақтың барлық есептері орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.